Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі 47-ші сабақ түбір мен қосымшаның жазылуы. 36-шы жаттығу өлеңді тыңда. Түн. Ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгіп балбырап, жым-жыртыққа ұласты. Біз де үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнасақ та күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тез-ақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынның түсімізде барамыз. Енді балалар, мына жердегі сұрақтарға жауап берсек. Бірінші сұрақ: өлең неге түн деп аталған? Себебі бұл өлең түн туралы жазылған. Сол себепті түн деп аталған деп жауап бересіздер. Екінші сұрақ: балалар түнде неге әткеншек теппейді? Себебі түнде қараңғы болады. Түнде балаларға далаға жүруге болмайды деп жауап бересіздер. Үшінші тапсырма: түн мезгілін күндізгі уақытпен салыстыр дейді. Түн мезгілінде қандай болады балалар? Түн мезгілінде барлық жер бетін қою қараңғылық басып, мүлгіген тыныштық орнайды. Ал күндіз барлық жер бетінде күннің сәулесі таралып, дала жап-жарық болады. 37-ші жаттығу: мәтінді қатесіз әрі көркем жаз. Күндіз күн шығады, ол айналаға нұрын шашады. Жер беті жап-жарық болады. Дәл осылай көшіріп жазамыз. Шығармашылық үзіліс. 38-ші жаттығу: пішіндерді сәйкестендіріп, өлең құрап жаз. Бөкеннің лағы, көреген қырағы, елеңдеп құлағы, еліріп тұрады. Өлеңнің авторы Әбен Дүйсенов. Жазған өлеңіндегі қарамен берілген сөздің түбірін тап. Түбір сөздің соңғы дыбысы неліктен өзгергенін түсіндір. Ол жерде қарамен жазылған сөздер құлағы және лағы сөздері. Құлағы түбірі құла, қосымшасы ғ жалғауы. Лағы түбірі лақ сөзі, қосымшасы ғ жалғауы. Бұл жерде түбір сөздің соңғы дыбысы, яғни қосымша жалғануына байланысты өзгеріп тұр. 39-шы жаттығу: ребусты шеш. Қ әріпі бейнеленген және де араның суреті, шананың суреті бейнеленген екен. Бұл жерде шана сөзіндегі соңғы екі әріпті алып таста деп тұр. Сонда қараша сөзі шығады балалар. 48-ші сабақ 40-шы жаттығу өлеңді тыңда. 7 жасар баласын, 70-те шал жетектеп, қайда әлгі мектеп деп. 70 келеді сүрініп, 7 келеді жүгіріп. Балам, балам, жақсы бол, міне сенің мектебің. Сабағыңа зейін сал, ақылды бол тентегім. Деп 71 күрсінді, 7 нені түсінді? Қасым Аманжолов. 70-тегі ата неге күрсінді деп ойлайсың? Оның неге күрсінгенін бала түсінді ме? Өз ойыңмен бөліс. Ата баласының болашағы үшін, оның сабағы үшін алаңдап күрсінді деп ойлаймын. Қарамен жазылған сөздердің түбірін тап. Түбір сөздің жазылуындағы өзгерістің себебін түсіндір. Бұл жерде қарамен жазылған сөздер мектебің, сабағыңа, тентегім сөздері. Мектебің сөзінің түбірі мектеп, сабағыңа сөзінің түбірі сабақ, тентегім сөзінің түбірі тентек сөзі. 41-ші жаттығу: сөздерді көшіріп жаз. Халық, халқы, ерік, еркі, құлып, құлпы, орын, орны, бөрік, бөркі. Балалар, сөздерді дәптерімізге көшіріп әдемілеп жазамыз. Сөздерді салыстыр. Түбір сөздің жазылуын өзгерткен қосымшаны ата. Сөздердің жазылуын есте сақта. Бұл жердегі сөздердің жазылуын өзгерткен қосымшалар ы және қосымшалары. Есте сақтаңдар осыны балалар. 42-ші жаттығу: тізбектің басында тұратын сөзді тап. 3 тізбек берілген екен. 3 тізбекте де басында тұратын түбір сөздерді табуымыз керек. Яғни бірінші түбір сөзде жағу, шағады, жағып сөздері бар екен. Бұл жерге жақ деген түбір сөз қойылады. Екінші тігу, тігеді, тігіп сөздер тұр екен. Бұл жерге тік деген түбір сөз қойылады. Келесі тағу,
тағады, тағып сөздері тұр екен. Бұл жерде тақ деген түбір сөзді қоямыз. Түбір сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Ажар ошақты жақ, әсел көйлекті тік, асыл сырғаңды тақ. 43-ші жаттығу: сөйлемдерді мәтін шығатындай ретпен жаз. Уақыт тоқтамай сырғиды. Сондықтан бүгін істейтін істі ертеңге қалдырма. Одан қалып қоюға болмайды. Достар, осылай ретімен сөздерді жазып шығамыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.